Ассалаумағалейкум, құрметті Ұран YouTube арнасының тұрақты көрермендері және әлеуметтік желіні пайдаланушылар. Бүгін міне келесі түсірілімге де келіп жеттік. Бұл жолы біз осы жақында ғана жыл басында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Ана тілі газетіне берген сұхбаты туралы болмақ. Бұл жерде біз сол мақалада берілген сұрақтар, жауаптар мен көтерілген мәселелерді егжей-тегжейлі талқылайтын боламыз. Ол үшін арнайы студиямызға шақырған қонағымыз бар. Жансұлу Меңешқызы Төремұратова, Батыс Қазақстан облысы іскер әйелдер қауымдастығының төрағасы, облыс әкімінің гендерлік саясат жөніндегі кеңесшісі және де білім ағарту ісінің құрметті қызметкері. Қош келдіңіз, апа. Жаңа жыл құтты болсын. Ал енді жаңа 2025 жыл қазақ елі үшін, алаш жұрты үшін берекелі жыл болғай деген тілек айтқымыз келеді сізге де. Енді сізді білеміз, саналы ғұмырыңызды ұрпақ тәрбиелеу ісіне арнаған, сарп еткен жансыз. Осы салада да үлкен еңбектер атқардыңыз. Онымен қоса жаңағы іскер әйелдер, яғни әйелдердің қоғамдағы рөліне қатысты да жұмыстарға өте үлкен ат салысып жүрген азаматшасыз. Енді сіздің келгеніңізге қуаныштымыз, біріншіден. Екіншіден, орайы келіп тұрғасындағы жыл басындағы президентіміздің берген сұхбаты дәл қазір қоғамда өте бір талқыға салынып, жан-жақты егжей-тегжейлі айтылып жатырғанын көріп жатырмыз. Сондықтан да сізден осы мақала, осы сұхбат турасында пікір алғымыз келген. Шақыртуымызды қабылдап келгеніңіз үшін рахмет айтамыз. Ал енді бірінші кезекте мақаланың, жалпы сұхбаттың жалпы көзқарасыңыз оған қатысты. Президент бұл сұхбатында нені меңзеді, көп жағдайда қандай өзекті деген, сүйікті деген мәселелерді қозғады деп есептейсіз? Енді елмен бірде әрине Ана тілі газетіне берген президентіміздің сұхбаты қызықтырады ғой. Елдің бірінші адамы, тұлғасы. Жалпы президент берген сұхбат қашанда қызықты ғой? Иә, өйткені әр азамат елдің болашағы, елдің қазіргі ахуалы, әлеуметтік экономикалық даму жолындағы қандай өзгеріс бар, алда қандай жоспар деген әр дұрыс азаматты алаңдатады деп мен ойлаймын. Сондықтан мен де оқып шықтым басынан аяғына дейін. Жасыратын жоқ, әр ондай үлкен құжатты бір оқыған аз ғой. Өйткені бір көз жүгіртіп қарап шығасың, одан өзіңді толғандыратын мәселеге көбірек қайта ораласың, одан қайта оқып, жалпы не айтты екен деген сияқты. Қайта қортасыз. Жалпы кез келген кітапты оқығанда да өзі бір мерзім уақытымен қайта оралады ғой адам. Өйткені кітаптың да, мақаланың да бір жақсы қасиеті бұл ой салады адамға. Жалпы сұхбат көлем шыққан? Жалпы көлемді, иә. Сондықтан бір сөзбен айтқанда, мен үшін қызықты да, себебі мына журналистің беріп отырған сұрақтары қоғамды расымен де алаңдататын өте үлкен өзекті мәселе. Ол тек қана біздің еліміздің қазіргі ахуалы емес, сонымен қоса халықтың әлеуметтік жағдайы, халықтың арасындағы тіпті әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік желідегі көтерілетін мәселелер, ішкі сыртқы саясат, экономика, соның ішінде енді бәрі бар ғой. Сондықтан да қызықты деп санаймын. Енді әрине саналуан адам болса, әртүрлі маман бар, әркімнің өз көзқарасы бар. Сан түрлі пікір бар. Сан түрлі пікір бар. Өзінің деңгейіне қарай қорытады адам. Саясаткерлер өзінің шеңберінде, жаңа салыстырмалы түрде деген сияқты. Экономистер екінші жағынан. Сондықтан мен енді өзіңіз айтқандай көп уақыт білім саласында жұмыс істедім. 10 жылда экология саласында жұмыс істедім. Сондықтан мен үшін жалпы сол шеңбердегі тақырыптар өте алаңдататын сұрақ. Өйткені енді қазіргі жағдайдың өзінде де қоғамның арасында жүріп, елмен бірге құрттай да болса атсалысып, сондай бақытта жүрген адамдармыз. Рахмет. Президент берген сұхбаттың тақырыбын былай алыптық. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мақсатым экономиканы және егемендікті нығайту депті. Экономиканы бірінші айтыпты. Біздер осыған дейін білеміз, бірінші елбасы, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы да көп жағдайда бірінші экономика, сосын саясат деп келді. Кейін жаңа Қазақстанға келгеннен кейін ол тұжырымның сәлде болса қателігі бар екендігін көп айтып жүрдік. Ең бірінші саяси жүйе мықты болу керек, содан кейін барып экономиканы дамыту. Бұл бұрынғы президенттің позициясымен ұқсас позиция деп ойлап көрмедіңіз бе? Қалай деп айтсам, әрине
ол жүйе мен бұл жүйе үндестік бар екені анық қой. Иә. Менің ойымша. Үндестік бар, себебі саяси аренада болсын, жоғарғы деңгейдегі экономикалық аренада болсын, үкіметті айтам. Сол бұрынғы көпшілігі сол жүйеде істеген адамдар ғой. Сондықтан өзінен өзі бір үндестік болатын болар. Ол заңдылық. Заңдылық сияқты болып көрінеді. Себебі енді игроктар ойын алаңындағылар көбі Бір мектептен шықты. бір мектеп қой. Сондықтан бұл жерде бір тез бұрылып, бір креативті сыни тұрғыдан бір үлкен өзгеріс келіп қалады екен деудің өзі менің ойымша дұрыс болмас. Бірақ екінші жағы бар, бәлки үлкен ұстамдылықпен, байсалдылықпен, байыппен, ақылмен терең біртіндеп өзгеріс болар дегенде үміт туындайды. Жалпы енді саясаткер ретінде Тоқаев сабырлы саясаткер ғой. Әрине. Оны енді тек қана саясаткерлер емес, қарапайым азаматтарда жалпы куә ғой, көріп отыр. Әр нәрсенің өзінің бір реті бар ғой. Мысалы, ауырып тұрған ағашты жандандыру үшін оның тамырын кеспейді ғой. Иә, бабын білу керек. Бабын білу керек. Шіріп тұрған жерін кесіп тастау керек деген сияқты. Сондықтан бұл жерде әрине мықты іскерлік керек, көрегендік керек, батылдық та керек. Әрине үлкен іс, жалпы игі іс, ол кез келген азаматтың бойынан үлкен тек білім кәсіби мықтылық емес, сонымен қатар мінез де керек, қайраттылық керек сияқты. Онан басқа жаңалықтың тез келуі, өзгеруі қиын болатын сияқты. Әлихан Бөкейхан айтқан ғой, ұлтқа қызмет ету үшін тек қана білім емес, мінез керек көп жағдайда деп. Тоқаевта мінез бар деп есептейсіз бе? Енді елді басқарып отырғасын мінезсіз деп айта алмаймын. Мінез бар, әсіресе мына сыртқы саясатта, халықаралық деңгейде ол кісінің өзінің ұстанымы, көптеген президенттердің ортасында кейбір жағдайда мен өз басым риза болып отыратын жағдайым бар. Сөзден жалтармай қалу. Иә, сөзден жалтармай қалу өз алдына. Тигр деген сияқты. Өте жауап беруінің бір сондай сөйлем құрамы, тереңділігі байқалады. Және де үлкен саясаткер ғой. Көп ТМД елінің арасындағы саясаткерлердің арасында жасырып керек жоқ, жақсысын айту керек. Саясаткер ретінде, үлкен дипломат ретінде өзін бір ұстауы, ол арнайы бір мектеп сияқты мен үшін. Енді журналист әдетінше өткен жылғы бір саралап баға беріп кетіңіз деген екен бастапқы сұхбатында. Сол кезде президент жаңағы бірден коммуналдық, инженерлік коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары осылай жүрді. Енді жаңағы ТЭЦ-тарда болған апаттарға қатысты олар енді айтып отырғаны тау-кен химия, тағы да басқа жұмыстарда ғылымға қатысты мәселелерді жалпы енді ұлттық қордағы балалар бағдарламасы аясында әңгіме өрбітіпті. Енді жалпы бір мәселенің бетін бір шалып өткен көп жағдайда. Содан кейінгі тақырып мына салаға ойысқан көктемгі апат, табиғи апатқа байланысты су тасқыны. Жалпы енді президент бұл жерде қалай баға беріп отыр? Кейбір жағдайларда ұтылып қалғанымызды айтып отыр. Яғни жаңа бөгеттердің, дамбылардың, су қоймаларының салынбауы тағысын тағы деген сияқты. Салдары туралы көбірек айтыпты. Біздер күрестік, төтенше жағдайлар бар, ішкі істер департаменті бар, ұлттық ұлан бар, басқасы. Бірақ біз үнемі осылай неге апаттың салдарымен күресеміз де жүреміз. Мысалға, сіз эколог ретінде 10 жылдай қызмет еттіңіз. Осы судың келетіні айдан анық көктем сайын. Көп мөлшерде, аз мөлшерде, Ресейдің жіберу тарапы бар, басқасы бар. Бірақ енді осы мәселеде бір нүкте қоятын уақыт келген жоқ па? Осы да ғылыми көзқараспен қарап, сол апаттардың алдын алу үшін үкімет неге алдын ала іс-шаралар қимылдамайды? Бұл жерде мен тек қана дамбы салуды айтып отырған жоқ. Бұған себеп көп. Бірінші себеп әрине бұрынғы жүйенің адамдар деп жаңа айттық қой. Көп жағдайда. Сол жүйеден шығалмайтын жемқорлық мәселесі әлі бар. Бар. Өріп тұр жанында күресіп жатырық деп айтып жатырық, ұсталып жатыр деп жатырық. Қазір алдын алу деп превенция басқармасында құрды. Бірақ дегенмен соған қарамастан әлде болса сол жемқорлық бар деп айту керек.
барын бар деп айту керек. Көп жағдайда кедергі келтіретін осы фактор ма? Осы фактор деп ойлаймын. Екінші жағынан, жаңа сіз айтып неге алдын алмасқа деген сияқты. Үнемі бірінші енді 30 жылдың үстінде егеменді еліміз ғой, қай салада да бір келеңсіз жағдай пайда болып отырғанына көзіміз жетіп отыр. Салдармен күресеміз. Иә, салдармен күресеміз. Бұл не себеп деп отырсаңыз, сол жүйеде мықты мамандарға жол ашылмай тұрған сияқты. Менің ойым. Әлде болса кадр саясаты. Сол ғой, кадр саясаты ғой. Кадр саясаты ол сөз жоқ, оны бәрі білет, ел білет. Осы бір өте қиын сұрақ деп ойлаймын. Мен мысалы даже өз басым, өзіміз жергілікті үлкен мемлекет тарапынан алмай қойық, оған құзыретіміз де жетпейді. Оны салыстырмалы түрде айту керек қой бәрін. Мысалы өзіміз облыста да жақсы мықты мамандар бар. Істеп жатырған, бұрын да істеген, мына заманауи өзгеріске бейімді. Өйткені расын рас істеу керек, бір үлкен кісілер кетсін, уақыты келді дегенде, оның ішінде де талай адамдар бар ғой. Жастардың ішінде де талайы бар, жаңағы сатып алған дипломдармен жүрген. Сондықтан мықты басшы кадрды таңдағанда таза кәсіби деңгейіне қарап таңдаса, кейбірақта мені қынжылтады, конкурс дейді, анау дейді, мынау дейді. Ол да бір белгілі жағдайда наразылық туғызып атады. Сондықтан бұл келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін билікті осындай күрделі салаларда, экология болсын, экономиканың жаңағы ауыл шаруашылығы болсын, құрылыс мейлі тіпті, осы мына су мәселесі болсын, экология көп жағдайда соғады ғой, ауыл шаруашылығымен бірге бірлесіп. Әртүрлі комитеттер бар республика деңгейінде. Сол жерде сарапшылар мықты болу керек. Әр нәрсенің біздер жыл сайын бір бағдарлама енгізеді жатады. Жаңашыл. Ол дұрыс та болар, өйткені күннен күнге өзгеріс еніп жатыр, ғылыми өзгерістер пайда болып жатыр. Бірақ соның қасында бір құжатты қабылдарда расымен де альтернативті дейміз ғой, мықты мамандарды қатыстыру керек. Біздерде мен енді бұрынғы мемлекеттік қызметкермін ғой, жақсы білем, талай ұсынысты мысалы осы жерден отырған жаққа жібереміз ғой. Сұратады, таңертең хат келеді, кешке қайтып жауап беріңіз дейді. Сіз ойлап қараңыз, ішке құжат кіреді, кешке дейін беріңіз дейді. Сонда о жерде қандай пісіп шығады о жерде. Қандай зерттеу болады. Алған тақырыпты қорытып та үлгермейді адам. Бірақ дегенмен практиктар бар, тәжірибеден өтіп жатырған адамдар бар. Өзіміздің ойымызды тез жеткізгеннің өзінде де көп жағдайда қабылданбай қалады ғой. Ол айтылады, кез келген министрлікте де солай деп ойлаймын. Айтылады да. Өйткені біздерде бір әр деңгейде жоғарыдан бастап төмен бір асығыстық пайда бар. Пісірмейді ештеңені. Кезінде білесіз ғой, мысалы, ағылшын тілін енгізу мектептерге. Ал енді кім соған бүгін жауап береді? 4 пәнді, химия, биология, информатика, география пәнін ағылшын тілінде жетік сабақты беріп, біздің балалар сол 4 пәнді керемет сол тілде игеріп, мықты білім көрсетті деп кім айтады? Алып кетті деп. Асығыстық болды ма? Асығыстық әрине, енді 1 жылда, жарты жылда, 3 айда, 4 айда, 6 айда, 9 айда ағылшын тілін оқып, пәнді ағылшынша бере алады дегенге мен өз басым сенбеймін. Бұл латын әліпбиіне көшу сияқты болды ғой, онда мысалға. Сол науқан сияқты өтеді. Кейін сәйкесінше проблемаларға душар болды. Мен өз басым 15 жылы сол мәселе көтерілгенде кәдімгі министрлікте айттым. Мысалы, өз көзқарасымды айттым. Қалғандар үндемей отыр, басқа өлкелер. Сондай мен орыстар айтқандай белый ворон сияқтымын ғой. Мен мысалы айттым, ағылшын тілі керек, әңгіме жоқ. Қазір бүгінгі заманда ол деген халықаралық тіл, ғылыми тіл керек. Бірақ ауылдағы, шалғайдағы көптік балалар үшін арналған мектептерде өзінің ана тілінде дұрыс сабақ бере алмай жатырғанда, сабақ бере алмай деп мұғалімдер ренжімес, мен айтам, кәсіби деңгейін әртүрлі әркімнің. Сонда ағылшын тілінде олай қалай береді? Сосын жұлып ол мұғалімдер оқуға кетті. Оның орнына кім сабақ берді? Үлкен сұрақ. Балалар далада қалды дейсіз. Айта берсе көп қой. Бұл да бағанағы өзіңіз айтқан жүйенің дұрыс
қалыптаспағандығында Әрине, шығар. әрине. Енді сосын президент сұхбатынан көретін болсақ, жаңа Сауд Арабияға халықаралық форумға қатысқаныңыз туралы айтып берсеңіз, я болмаса Біріккен Ұлттар ұйымы туралы айтылған соң енді осы мәселені де айтып өтейік деп хатшысының орынбасары жаңа қарусыздану жөніндегі конференцияның бас хатшысы ретінде болғанын президент айтыпты. Бірақ енді осы жалпы сұхбатта президент көп жағдайда сыртқы саясатқа ден қойып кеткен жоқ па? Жалпы мына ішкі саясатымызда дәл қазіргі уақытта маңызды ғой. Енді сізде менде оқыдық қой, ішкіде сыртқы саясат туралы да ол кісі айтты ғой енді. Қаңтардың оқиғасын да айтты, басқа да айтты. Сыртқы саясатты көбірек айтуының да қазір жөні бар-ау деп мен ойлаймын. Геосаяси мәселе ушығып тұр ғой. Қазіргі ТМД еліндегі өзіңіз білесіз болып жатқан оқиғалар, соның ішінде Қазақстанда алаңдатады ғой, өзіңіз білесіз, белгілі. Мен жастармен көп кездесем. Сонда әдетте рухани жағына келгенде ең бастысы мен көп жағдайда айтатыным, жастар сіздер ойланыңдар бір нәрсеге. Сол жағымызда аю мемлекеті. Айдаһар. Иә, бір жағымызда Айдаһар мемлекеті, 1,5 миллиард халқы бар. Ортасында кең байтақта бар ма жоқ па 15, 16, 17 миллион болар, көп болғанда қазақ жүр. Басқасын айтпаймын мен. Өйткені мен алаңдататын өз ұлтымды. Біз сонда немен жеңеміз? Қалай сақталып қаламыз деген сұрақ болады ғой. Иә, екі түйенің ортасында. Әрине. Біз санымызбен ешкімді жеңе алмаймыз әзірше. Сондықтан біздерге өте сондай сабырлықпен қатар өте терең білімділік керек. Білімділікке қоса мәдениеттілік керек. Өйткені тек білімді болып кеудені соғып, ұрандатып шапқаннан да көп ештеңе таба алмайсың. Тағы да айтамын, оны құр ұранмен. Құр ұранмен. Санымыздың өзі айтып тұр ғой, тіпті алысқа бармайық. Және де көріп отырсыздар ғой, өлкелердің 4, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс десе, ара қашықтығымыз қаншама? Басымыз қосылып жинала алмай қаламыз. Ақылға салса. Ұлан-ғайыр дала. Иә, ұлан-ғайыр дала. Сондықтан да менің жастарға айтатыным білім, білім, білім. Англияда оқып жүргенде Тони Блэрдің кітабын оқып едім. Сонда менде 3 приоритет басым бағыт бар дейді. Білім, білім және білім дейді. Тек қана. Көріңіз бе? Ал былай қарағанда 15 ғасыр бойына тұрақты дамыған үлкен мемлекет. Бір Ұлыбритания. Біздер сияқты бір 30 жылдық тарихы бар мемлекет емес пе? Әрине, бәрі салыстырмалы түрде. Сондықтан әр қадам ақылмен, осы мықты ақылмен, мықты жігерлікпен, қайратпен жасалу керек. Енді жаңа сыртқы саясат туралы да айтып өттіңіз. Шын мәнінде әлемдік аренаға қарап отырсақ, қазір геосаяси мәселе ушығып та, соның ішінде ұлттық мәселелер басқасы. Енді жалпы президент Тоқаевты президент ретінде бұл мәселелерді өте бір байыппен, мұқияттықпен баратынын байқаймыз. Бұл енді бұрынғы президенттің де ұстанымы солай болды, ұлтаралық ынтымақтастық, ауызбіршілік деген позицияны. Енді ол да жақсы. Себебі сонша ұлт өкілдер, ұлыстар отырған елде ең бірінші кезекте тыныштықтың болуы. Сосын журналист қойған бір сұрақта жаңағы айтқан өзіңіз сияқты үлкен алпауыт мемлекеттердің арасында тұрғасындағы Қазақстанның рөлі бір бітімгерлік елдердің арасында болып жатқан кикілжіңдерге жаңағы оң ықпал жасап диалог қалыптастыру жағынан біз рөліміз жоғары дегенге келтіріп айтты президент. Достастыру жағынан. Енді өзіңіз білесіз, бұл бұрынғы президентке де тән қасиет еді. Жалпы мемлекет аралық мәселелерде, шиеленістерде араласу, достастыру, бұл да бір біздің плюсымыз болар деп есептейміз. Ал енді қаңтар деп айттыңыз. Биыл қаңтар оқиғасына 3 жыл толды. Елде болған бір көп жағдайда айтады, дүрбелең, көтеріліс деп айтады. Түрлі сипат береді. Енді адамдар көп болғасын, пікірлер көп. Жалпына қаңтар оқиғасына президент қаншалықты баға бере алды осы сұхбатта деп ойлайсыз? Енді ол кісі бағасын сол мақалада бергендей болып отыр ғой. Оны жаңағы тексеруге, құқық қорғау органдарына билікті бергенін айтып отыр. Моральдық жағынан әрине біз үшін, халық үшін өте ауыр жағдай болды деп ойлаймын. Моральдық жағынан. Соққы. Иә, соққы ғой, үлкен соққы. Енді сол жерде қаза тапқан әр отбасының ол үлкен қайғысына айналды. Жазықсызы бар, жазықсызы бар. Енді бір өкінішті жағдай, ол
президенттің өзі де айтқан сияқты сол мақалада, қай мемлекетте де осындай бір толғаныс, толқын бір Болады да, халықтың- бола береді Иә, деді. болады енді ол тіпті екі адам бір-бірімен көшеде төбелескенде де бір үшіншісі араша түсем деп таяқ жеп кететін болмай ма? Иә. Ол заңдылықта сияқты. Бірақ әрине сол жерде біз енді мына жерден отырып 3000 шақырым жерден отырып көзіміз көрмегесін, ішінде болмағасын, үлкен саясаттың арасындағы әңгімесін білмегесін сылап сыйпау, сынауда дұрыс болмас деп ойлаймын. Оған өте терең білімді болу керек. Сол жердің сол оқиғаны сараптай алатындай деңгейде болуымыз керек қой. Сондықтан артық сөйлеу де дұрыс емес сияқты. Болған нәрсе. Бірақ ендігі тектілік жаңағы өзің басындағы экономикадағы апаттық жағдай сияқты сондай апат болдырмау үшін мемлекет басшысы дұрыс ұстаныммен әділетті, өзі айтқандай әділетті Қазақстанды орнату үшін әділетті заңдар тек жоғарыдан емес төменде де орындалатындай етіп, халықтың мүддесін қорғайтын заң болып, біздерде осы халықты ренжіске әкелетін, халықтың назарын тудыратын не мәселе дегенде, мысалы, бұл соттың көп жағдайда әділетсіздігі білінеді. Сот әділетсіз екен, мен өз басымда білем көп жағдайда. Сот жүйесіне де реформа жасады ғой. Иә. Бірақ қаншалықты нәтижелі деп есептейсіз? Айта алмаймын, оған мен баға бере алмаймын. Себебі өз басым оған соңғы уақытта сол жүйе өзгеріс болғанда душар болдыңыз, иә, оны көрген жоқпын, айта алмаймын. Бірақ енді қазір бір жақсы, заманның жақсы да жаман жағы ақпарат ағылып жатыр жан-жақтан. Сондықтан әлеуметтік желі қазір көп ақпарат береді. Білмейтін нәрсеңді басқа біреудің жаңағы постынан көріп аласың, салыстырасың, ойланасың. Соған қарағанда сот жүйесі әлі де болса әділетсіз деп ойлаймын. Мен. Бұл енді өз пікіріңіз. Өз пікірім. Иә. Көп жағдайда. Жалпы енді қаңтар оқиғасына байланысты президенттің берген жауабынан менің түсінгенім. Жалпы көп жағдайда айдаушылық, араңдатушылық көп болды. Соған еріп кейбір адамдар жаңағыдай заңды белшеден бұзды. Сәйкесінше ішінде кінәлілер жазаланып жатыр. Арасында енді кінәлі еместердің де бір жапа шеккені бар. Жаңағы айтқан үшінші адам төбелесте негізсіз қиналып қалады, қиындыққа душар болып қалады деген сияқты. Енді көп жүрген жерде қиын ғой кімнің ара жігін ашып беру. Бірақ президенттің көп айтқаны сол арандатушылар, яғни елдің тұтастығына сызат келтіру, елдің тұтастығына бір нұқсан келтіруші факторлар көп болғанын атап өтті. Бірақ дегенмен де бұл сынақтан да мемлекетіміз шықты және ең бастысы тәуелсіздігін сақтап қалды. Бұл негізгі фактор. Енді қаңтарды айтқан кезде Назарбаев туралы айтпау мүмкін емес. Көп жағдайда әлеуметтік желі бар, басқасы бар, барлығы осыған сол кісімен байланыстырды, басқасы деді, кландардың бір өзара қырылысы деді. Журналист Ана тіл газетінде сұхбат барысында сұрапты. Нұрсұлтан Әбішұлымен жиі хабарласып тұрасыз ба деп. Енді ол кісі жалпы енді ол кісінің қоғамдағы рөлі туралы, мемлекетті құру жөнінде, шекараны шегендеу, басқа да үлкен жұмыстарының, еңбегінің бар екенін атап өткен. Алайда кейбір тұстарда биліктің екіге айырылуы, екі басты билік болуына да жол беретін фактылардың болғандығы туралы, және де ол кісі жаңағы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болып отырған кезде саяси сыпайылықты сақтай бермейтін депті. Қалай ойлайсыз? Талас болды ма екен бұрынғы басшы мен қазіргі басшының арасында билікке? Президент болғанның өзінде де. Талас болды деп мен айта алмаймын. Ықпалы болса болған болар. Өйткені ол кісінің де президент болып келуіне сол бірінші президентіміз өзі емес па ұсынған. Сондықтан талас болды деп айта алмаймын. Бәлки көзқарастары содан кейін келіспей қалуы мүмкін еді. Мүмкін де болған болар, оны кім біледі. Сондықтан жаңағы жалпы кез келген мемлекет тарапында емес, кез келген ұйымда жаңа басшы келсе, белгілі бір адамдар жаңа келді деп қуанса, кейбіреулері қынжылады. Тап солдай жағдай. Ол
Біздерде мысалы мемлекет дегенде отбасынан басталады дейміз ғой. Тап солай емес пе? Бұл жүйе ғой, қалай айтса да. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің екінші президентімізге оп-оңай керемет дайын ешкім әкеліп берген жоқ. Міне осылай болады деп. Үлкен күрделі проблемаларды қабылдады. Жалпы Қазақстанның дамуы бай мемлекет болсақ та өте қиын жағдайда өтіп жатыр деп мен өзім ойлаймын. Оған себеп сол үлкен бай ресурстарымыз болса да, сол кезде ыдырап кеңес құлағаннан кейін әр мемлекет өз бетінше дамиды дегенде алғашқы қадамды басып, сонда мен ойлаймын біздің халықтың санасы, сапа жағда үлкен күрделі мәселе болды. Неге деңізші? Себебі мен енді өзіңіз сияқты шетелде де оқып келдім. Оқисың, газет, басқа да бұқаралық ақпараттық құралдарын оқисың. Бәрін салыстырмалы түрде ойланып отырасың ғой. Мықты, мысалы, Европаның дамыған елдері қандай, ненің арқасында дамыды дейік. Мен, мысалы, оның ресурстарын айтпай қояйын. Табиғи қорларын деген сияқты. Адами фактор ғой. Бұл экономикалық мықты дамуы жаңағы завод, фабрикалар мықты дамиды. Үздіксіз жұмыс жасап тұрды. Үздіксіз. Жұмысшы тобы дейді ғой, жұмысшы класс дейді ғой. Біздің Қазақстанда 30 жылда жұмысшы класс, қазақша қалай болады? Жұмысшы классы құрылған жоқ. Қарапайым қызметтегілердің. Қарапайым қызмет, қаланал, ауыл өз алдына, ауыл жағдайды бұл жерден саясиға келген ауылды айтып та қажет жоқ. Биылғы жылы енді президенттің өзі айтуы бойынша жұмысшылардың жылы. Жалпы мемлекеттің, халықтың саяси сауаттылығы, прогрессивті көзқарасы қай ортада пайда болады? Ол интеллигенцияның ортасында пайда болады, жұмысшы таптың ішінде пайда болады. Бізде, біздің кіші Оралдың өзін алғанда да завод, фабрикалар бар ма? Бірі Зенит болар, көне заманнан келе жатырған кеңес дәуіріндегі. Оның өзі бұрынғыдай масштабта қызмет етпейді. Оның масштабы өз алдына, оның да құрамы ұлттық иіс жоқ дерсек те болады, мысалы да, рухты айтқанда. Осы елге болсын деп кеуде көтеретіндей. Біз осындайдағы желтоқсанды еске түсіреміз ғой. Біздің жастардың 86-дағы. Ол жерде студенттер, мықты білімді, көз ашық, сол кездегі астанамыз ғой енді Алматы. Соның арқасында көтеріліс болды. Яғни, мына... Соның арқасында тәуелсіздік келді. Сол, енді оны мойындадық қой енді. Міне, бүгінгі таңда мойындап отырмыз ғой. Сондықтан да тағы да айтам, мына дұрыс саяси бағыт алу үшін, дұрыс экономикалық бағыт алу үшін біздің Қазақстанда ол тек қана табиғи ресурстарға тәуелді болып отырмай, адами капиталды бірінші президент айтты. Қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлы айтады. Бұл деген дұрыс бағыт қой негізінен. Мен осы жерде бір айтар едім сізге. Сын болмай, мін болмайды дейді, бірақ сынның да дұрысы болу керек сияқты. Негізді. Да, негізді. Мен енді ол жағынан бақытты боларым, көп елді араладым. Қызмет бабында, өзім жеке азамат ретінде де. Сонда мен бір байқағаным, Европаның елдерінде осында ескерткіштер бар патшаларына. Басшылар, президенттеріне болсын, бұрынғы патшаларына. Мысалы, осы Чехияда ма бір қазір дәл есіме түсе алмай отырмын, қазір тап келгенде бір президентінің ескерткіші бар. Бұрын басқарған. Иә, бұрын басқарған. Ұмытып қалып отырмын қазір дәл атын айтуға. Сонда кәдімгі сұрағанда гид айтады, ой, нашар президент болды, айтты бүйтті, елдің көркеуіне көп ішіңе үйлесіп кетті. Сөйтіп бағалайды. Бағалайды, бірақ табаламайды. Төмен баға бергенмен табаламайды. Яғни барын бар, жоғын жоқ деп айтады. Содан сабақ алады. Англияда мен енді жыл жарымдай болдым ғой. Онда да енді онда көбірек болдым, кәдімгі оқығасын, тарихына тереңірек үңілдім, Артур Корольнан бастап деген сияқты. Онда да солай. Әр замандағы басқарған бірінші биліктегі адамдардың қызметіне бағасын бере тұра, тарихтан сызып тастамайды. Бірақ дұрыс әділ бағасын береді. Әділ бағасын береді. Ал енді осы орайда қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаевтың бүкіл ескерткіші жоқ болып кетті деп айтуға келеді. Көп жағдайда.
осыдан 50 жыл өткеннен кейін Назарбаевты дербес қазақ мемлекетінің бірінші басшысы деп құрметтей аламыз ба, ала алмаймыз ба? Бұл енді ұрпақтың еншісіндегі мәселе ғой, бірақ дегенмен. Оны жаңағы менің сөзім алдындағы айтқандай, оған болашақ бағасын береді. Болашақ келетін жастар. Сіз қандай баға бересіз? Жастар бағасын береді. Енді ол кісіні жақсы жағында, жаман жағында мен де бағалаймын ғой азамат ретінде. Сондықтан ол кісіні тарихтан кесіп алып тастай алмайсың. 30 жыл ел болдық қой. Түбегейлі бас тартуға болмайды дейсің. Әрине болмайды, ол енді тарих қой, басымыздан өткен. Біз есіңізде ме, егемендіктің басында кеңес дәуірін түгелдей жамандап шықты. Есіңізде ғой. Бірақ Хрущев, Сталин жамандады. Содан кейін кішкенеден соң барып патшаларды, революцияға дейінгі патшаларды бір иконаға айналдыратындай жағдай болып жатырды. Көрдіңіз ба? Бұл деген, мен бір нәрсе айтайын. Мына біздің мына ТМД елдеріндегі бұл жалпы тән құбылыс. Бар тенденция. Бар тенденция. Осы бір сондай бір тән, бір өткенді жамандаймыз, оның алдындағыны мақтаймыз. Екінші сатыға көтерілгенде алдымыздағыны жамандаймыз да, оның бәлки сол ертең тағы да айтам, біздің дәуір өтер. Содан кейінгі мына жастар, қазіргі мына мектепте оқып жатқан бүлдіршіндер, олар бәрі осының бәрін зерделейді, ғалымдар болады олар. Олар айтады ғой, 30 жыл сол Назарбаев елді басқарған екен, сақталды бәрібір. Ішіндегі жемқорлығымен, ішіндегі жаңағы жүзге бөлінуімен. Бірақ діңгегі бұзылған жоқ елдің деп дейсіз. Иә, Қазақстан деген атын шығарды. Осы сөзіңізді құптау өтуге болады, және әділ бағасы жөнінде. Әрбір тұлғаға әділ баға берілу керек. Бірақ мына біздің президент дәл қазіргі сұхбаттың, сұрақтың жауабы ретінде соңғы жағында айтыпты. Қазір парасаттылық танытып, Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанға сіңірген тарихи еңбегін лайықты бағалау керек деген. Мен президент ретінде мемлекет мүддесін басшылыққа алуға, ел бірлігін бәрінен биік қоюға міндеттімін депті. Дұрыс та болар. Былай қарап отырсаңыз, Қасым-Жомарт Кемелұлы президенттің бір белгілі бір тұстағы кеткен азды бүгін кемшіліктерін де атап өтіп, бірақ орнында айшықтап отыр. Енді келесі сауалға келсек, енді жаңа айтып өттік, сұхбат барысында қоғамдағы түрлі бір өзекті ушығып тұрған мәселелерге қатысты сауал қойыпты журналист. Президент болса да талғар мәселесін сұрапты. Сіз енді ұрпақ тәрбиелеуде үлкен рөл атқарған азаматсыз, тәрбиесі жөнінде. Жалпына қазіргі жастардың тәрбиесіне қатысты талғар оқиғасын негізге алып айтайықшы. Қатыгездік неге көп қоғамда? Жастар арасында әсіресе. Жамбыл облысының азаматтары ренжіп қалар ма екен? Жалпы сол Тараз жағында көп ушығады ғой, көп мәселе. Мына қылмысқа қатысты, біздің байқауымызша. Белең алған дейсіз бе? Иә, біртүрлі. Мен өзім ойым ол тағы. Енді тағы да айтып тұрмын ғой, біздің кең байтақ дала, ара қашықтығы үлкен. Біз қалай айтсақ та айырмашылығымыз бар. Әр өлке, оңтүстік, солтүстіктен, солтүстік жаңағы басқадан деген сияқты. Енді жастардың мәселесіне, тәрбие мәселесіне, бұл өзекті мәселе ғой, қай заманда да. Жастар тәрбиесі, сосын бір Тургеневтің әлгі «Отцы и дети» деген сияқты, бұл әдетте үлкендерімен, әкелерімен артынан келе жатқан жастардың арасында қарама-қайшылық көзқарастары міндетті түрде болады. Болу тиісті шығар, заңдылық. Әрине, өз заман бөлек қой. Әсіресе қазіргі заман, мына жасанды интеллект, интернет ресурстар деп жатыр, жастардың көзі ашық, тіпті мектептің оқушысына да қазір әлгі бұрынғы замандағыдай тәк отыр, аузыңды жап, үлкенге сөйлеме деу өтпейді. Өткен заман өзгерді. Біздің көп жағдайда соны түсіне алмайтын сияқтымыз. Біздер көп жағдайда мына қалай деп айтсам, заман өзгерді өз алдына. Заман өзгергенде ол заманына сай адам өзгереді, адамның амал өзгереді. Сондықтан мына ересек адамдар, білім саласы болсын мейлі, тіпті былай да қоғам болсын, жастардың тәрбиесіне келгенде сол заманға сай технологияны пайдалану керек. Сол заманға сай тәрбиесі жөнінде. Әрине, біздер өзіміздің ата дәстүрден қалған дәстүрімізді, қазақи сыйластығымызды, имандылығымызды жоғалтпау үшін қалай жұмыстануымыз керек? Бұрынғы технология өтпейді. Отырғызып қойып, әлем байсағат, сен ақылды бол, сен бұлай бол.
деп мен ондай жиналыстарға барғанда көп жағдайда біздерді ұйымдастырып отырады ғой, білім саласы жағынан, ішкі саясат, басқа да сондай бір жиналыстар болса, жастар түгіл менің қарным ашып отырады. Қызықсыз, иә? Уақытты жойып отырған жоқпыз ба? 1 сағат бәріміз жиналып алып, басқаша жұмыс істеу керек сияқты. Басқа Тәсілді өзгерту керек. Тәсілді өзгерту керек. Өйткені ол тыңдап отырған жастардың ішінде әртүрлі деңгейдегі жастар отыр. Әр қайсының өзінің іштей проблемасы бар. Мықты жетіліп отырған, сана сезімі жоғар, отбасының кәдімгі ұйып, керемет балалары, оларға бұл кездесудің де бәлки қажет жоқ болар, мысалға айтайын. Сондықтан да жастармен заманына сай жұмыстану керек. Бірақ тамырды сақтау керек. Яғни ұлттық менталитетіміз тамырды сақтау керек. Ол бағыт қазір, ол да трендқа айналып жатыр дүние жүзінде жалпы. Ол да трендқа айналып жатыр. Мен сізге тағы бір салыстырмалы түрде айтайын. Мысалы, мен Германияда болдым, Чехияда болдым, басқа да елдерде болдым. Сол жұмыс бабымен болдым. Сосын жаңағы болашақ бағдарламасымен менің бір бақытыма Англия мемлекетінде оқыдым. Ол жақпен мына құрлықтағы Европа елдерінің айырмашылық жер мен көктей. Англия мемлекеті консервативті деп айтады ғой көп жағдайда. Мен сол оқып жүргенде біздің жастардың көбі жаңа қала аралайды, пабтар дейді, дүкендер. Мен енді өзім белгілі бір тәжірибе жинақтап барып оқуға түскен адаммын ғой. Мен үшін олардың ауылда қызық болды. Тілді меңгеріп, кішкене емін-еркін, әлгі пышақты қайраған сияқты тілім емін-еркін сөйлей алатындай жағдайға келдім-ау дегенде, ауылдарына шейін барып кішігірім қалаларын аралап жүрдім. Сонда мен үлкен бір жақсы қасиетті байқадым. Ағылшындар, қазіргі заманның ағылшындары өздерінің мына бұрынғы қалыптасқан отбасының құндылығын мықты сақтайтын халық екен. Англияда қарттар үйі аз екен, басқа мемлекеттерге қарағанда. Оны мен сол ағылшындармен сөйлесіп жүріп білдім. Бұл жаңағы түп тамыры мен мәдениеті мен дәстүрін дәріптеуден шығып отырған дүние ғой дейсіз. Мына уикенд дейді, демалыс күндері көп жағдайда бірнеше қаласында болдым ғой. Жұманың түс қайта сағат 5-тен бастап 80-дегі 90-дағы кемпір шалдары, емшектегі сәбилермен, ұрын бұтақтарымен табиғат аясына барып демалып, қарияларымен бірге отырады. Көрдіңіз ба? Біздің кафе-ресторандарда кімдер жүреді? Жас буын семья 2-3 баласымен, 5-6 баласымен өздерімен өздері кафеде шай ішіп отырады. Яғни қариялармен байланыс үзілгенде біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз үзіледі деген сөз. Түсінікті. Рахмет. Жақсы, енді жаңа айтылып жатырмыз ғой, көп мәселе қозғалған екен. Оның бәрін біздің берілген уақытта да шалып өту қиын болар. Бұл таралық қатынас. Соның үшін жаңағы тіл мәселесі туралы да айтылды. Президент бірақ менің түсінгенім бойынша мемлекеттік тілді дамыту керек. Оның аясы кеңіп келе жатырғанын да айтты. Бірақ дегенмен де бұл жерде бір өте бір сақ болатын мәселеге назарын аудартты. Өз тілімізді дәріптейміз деп өзге тілге нұқсан келтіру, яғни нацизм кірмеу керек бұл жерде деп. Бұл жерде прагматизм керек сияқты. Қандай прагматизм деңізші? Мен енді әлеуметтік желіде көп отырам ғой. Біздерде көп несе, ана дүкенге барғанда қазақша сөйлемедің деп ұрынып жатады. Көп жағдайда бір агрессивті түрде айтылады. Әдемі емес, агрессивті түрде. Мына Астана жағында, білмеймін, бір қалаларды көрсетеді, автобустың ішінде ұрынып берініп жатады. Ол мәдениетсіздің жоғарғы деңгейі. Мен ойлар едім, мысалы, біз қазақпыз ғой, қазақ сөзге тоқтаған деп, негізі дана халықпыз ғой. Сондықтан ішімнен менің өзім арманым, жастармен де кездескен соны айтам деп ойлаймын. Біз қазақтар ешкімге ұрынбай, жай жатқан елміз. Жоқ, жай жатқан еліміз өз алдына. Біз қазақтар, мына жастарға айтар едім, ешкімге ұрынбай, бас құлтқа тіпті қарамау керек. Өзіңді дүзе. Өзіңді дүзе, былай көтер, еңсеңді көтер. Қазақпен қазақ сөйлесейік. Қазақша сөйлесейік. Соның өзі тәрбие. Біз бас құлтқа қарамайық. Біздерде мынандай жағдай болады. Бір аудиторияға кіресің, мейлі мемлекеттік қызмет болсын, мейлі бюджеттік болсын, мейлі басқа. Бір бас құлт отса, жалтан-жалтан етіп,
міндетті түрде орысша сөйлей бастаймыз. Соның ығына қарай жығылу. Біздің сапасыздығымыз ғой. Рухани ұлттық сапасыздық. Сапасыздық деп санаймын. Өйткені мен мысалы кеңес дәуірінде оқыған қызбын ғой, студент болып. Білесіз бе? Коммунистсіз ғой бұрынғы. Жоқ, коммунистікке барған жоқпын. Барған жоқсыз ба? Барған жоқпын. Мықты комсомол болдым, бірақ коммунистікке өткен жоқпын. Онда да өзімнің бір көзқарасым болды. Енді міне қараңыз. Мен студент кезімде группамда 2-3 қазақ болдық. Білесіз бе? Әдеби кеште 80-ші жылдар. Өлең оқитын. Орыс тілі мода сияқты. Қажеттілік. Мен сол әдеби кешке Жұбан Молдағалиевтің "Мен қазақпын, мың өліп, мың төрілген" оқыдым. Кеңес дәуірінде. Сол кезде менің группадағы аттарын атамай ақ қойын, осында мұғалім болып жүр. Құлағым естіді, мынау националист қой деп. Және өзіміздің қандастарымыз айтып жатқан. Өзгелер емес. Орыстар. Өзгелер, иә. Орыстар. Біткеннен кейін группамдағы қыздарды жинап алып, осы мәселені көтеріп айқай шығардым. Мен енді оны батыр етіп айтып отырған ештеңем жоқ. Болған жағдай. Бірақ енді ол өзіңіздің жаңағы рухани ұлттық болмысыңыздан шығып жатқан дүние. Әрине, мен сонда әдеби кешке қазақта да мықты ақындар бар. Ол кезде біздерді оқытпайды ғой. Және қандай ақынды алып отырсыз және. Иә, өлеңнің өзі неге тұрады? Қазақта да мықты жаңағы жазушылар бар деген ой бар ғой. Анау қазір білем ғой, ана Басқұлт соларды оқитын. Есенина бар, Пушкина бар, басқа да Ахматова бар деген сияқты. Күміс ғасырының ақындары. Мен сол енді аз ғана қазақпыз ғой деп соған дайындалып барып айтып тұрмын ғой. Сондықтан мен қазір айтайын деген ойым бар. Ол енді әрине президент ол саяси тұлға. Ол біреуге ұнамауы мүмкін, жайла білдіртпей сөйлеуі. Но қалғаны біздің мойнымызда ғой. Ұлтымызды сақтау ол менің, сіздің міндетіңіз ғой. Сондықтан мен жалпы қазақ айтар едім, оқыған, оқымаған қазақтың бәріне. Ешкімге ұрынбай өзіміз әдемі қазақша сөйлейік. Бірімізге қазақ ортасын құрайық. Олар қайда кетеді? Сосын мына көлік, автобус, троллейбус, поездарда тек қана қазақша жариялау керек. Үйренсін. Мына мен ағылшын тілін оқығанда мына барьер болады мида. Инородный дейді ғой. Өзгені итеріп қабылдамайды. Мына Басқұлтта біздің тіл түсінбегесін, бәлки оның үстіне енді жасыратын жоқ. Олар өзін бір үлкенбіз, сізден мықты ұлтпыз деп санайтындар бар ғой. Сондықтан да қазақ тілін ешкімге ұрынбай автобустарды жариялау керек, бірақ кейбір қажетті сөздердің қазақшадан орысша аудармасын жазып қой. Баламасын, аудармасын. Жақсы. Бір 40 минуттан астам сұхбат болған екен, бірақ толыққанды президент сұхбатын тәптіштеп жіпке тізгендей қылып саралап шығу қиын да болар, бірақ дегенмен де негізгі мәселелерді қозғадық деп есептеймін. Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Жаңағы өзіңіз айтқан мықты ұлт болып қалыптасу үшін тіліміздің тазалығы керек, ұлттық рухымыздың, діңгегіміздің, түп тамырымыздың әлі күнге дейін ұмытылмағаны, қарияларымыздың құрметтелуі, оған ашық дәлел дамуымызға, ертеңгі үлкен болашаққа бағыт алуымызға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сізге енді уақыт бөліп осынша сұрақтарымызға тайсалмай, енді қазақтың бір батыр қыздарының бірі ретінде сізді жақсы білем ғой, апамыз ретінде. Сол қалпыңыздан тайынбаңыз, әлі де елге жасар жұмыстарыңыз көп болсын деген тілек айтамын. Аман болайық. Ал енді құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, біздер бүгін мемлекет басшысының Ана тілі газетіне берген сұхбатын егжей-тегжейлі шама шарқымыз келгенше талқылаған едік. Шын мәнінде президент көп мәселені қозғады, көп мәселеге қатысты сұрақтар болды. Бірақ енді бүгінгі сұхбаттан түйгеніміз, президент әр нәрсенің байыбына барып, стратег ретінде, саясаткер ретінде, сыртқы саясатты көрген азамат ретінде өзіндік шешу жолдарын ұсынып жатыр. Және де бұл, мен ойлаймын, алдағы уақытта бізге де, елге де, жалпы жұртқа да тиімді және қажетті болады деп. Еліміздің амандығы, жұртымыздың тыныштығы ең бастысы, тәуелсіздігіміздің орнында болуы, туымыздың тұғырының биік болуы. Солай алайын бола бергей, жаңа жыл бақыт әкелсін, шаттық әкелсін. Келесі кездескенше.